байқауларға оқушыларды қатыстыру балаларды шыңдай ма, жоқ әділетсіздік баланың тауын шаға ма? Біз көбінесе уайым шеңберінде көп жүреміз да, жаңағы не болып кетті заман деген сияқты. Әдебиет менің өмірім. Себебі менің қазіргі оқып жатқан жоғарғы оқу орнында маған бәрі таңға. Ақылы жарыстарға бала қосып көрмеппін. Қаталдық ол әр дайым керек. Ол қаталдық болмаған жерде, тәртіп болмаған жерде сіз айтқан, бағанаға айтқан дүниенің бәрі жайында қалады. Ал аманат ол қиянат жасауға келмейтін тұжырым. Алталаштың басы қосылса, төр мұғалімдікі дейді Мағжан Жұмабай. Аманаттың бүгінгі төріне ұстаз бен шәкірттерді шақырып отырмыз. Аманатқа қош келдіңіздер. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Әуелі қонақтармен танысып алайық. Абай атындағы республикалық дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп интернатының жоғары санаттағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, шебер педагог, гуманитарлық ғылымдардың магистрі Ғизат Тілеуберді. Мақсұт Нәрікбаев атындағы қазақ гуманитарлық заң университетінің қазақ ағылшын лингвистикасы бойынша бірінші курс студенті Айтпанбет Айым. Және жоғарыда аталған Абай атындағы республикалық мектеп интернаттың 11-ші сынып оқушысы Қыдырмолла Диас. Ұстазыңды атаңнан да әзіз түттеген халықтың ұрпағымыз. Сондықтан да аманаттың алғашқы қонақтардың бірі ретінде елге танымал мыңдаған ұстаздардың ішінен Ғизат мұғалім өзіңді шақырып отырмыз. Оның өзіндік себебі бар. Сұхбат барысында тарқатып айтатын боламыз. Ғизат мұғалім енді жақсы сүйінші жаңалық. Абай атындағы желілес мектептердің құрылуы, гуманитарлық бағыттағы енді алғашқы мектептер желісі болу керек біздің елде. Физика мен математика саласында көп қой. Енді осыған сіздер тереңдетіп оқытылатын бағдарламалар дайындадыңыздар. Қазақ тілінен, әдебиетінен. Осы бағдарламаның бұған дейін өздеріңіздің мектепте оқыған бағдарламалардан және жай мектептерде оқытылатын бағдарламалардан артықшылығы неде? Рахмет. Енді қазақ тілі пәнінен және қазақ әдебиеті және абайтану пәні бойынша негізгі пәндерден, ал енді қосымша пәндер әрине бөлек, ол мейіндік пәндер. Осы үш пән бойынша да жаңадан толық оқу бағдарламасы біздегі университеттің ғалымдары бар, институттың ғалымдарымен бірге отырып осы іс аяқталды. Енді осы бағдарламаның өзге бағдарламалардан айырмашылығы дегенде соңғы жылдардағы біздің мектеп оқулықтарында оқу бағдарламаларында біздің қазақтың біраз бетке ұстар маңдайға біткен тұлғаларының саны азайған болатын. Мысалы, бір 7-ші сыныпта мысалы 8-9 ғана автор оқытылады ары кетсе. Сонда бір 11 жылдық білім беруде айналдырған бір 50-60 қана қазақтың ақын жазушыларымен танысатын еді. Қазақ тілімен, қазақ әдебиетінен, қазақ әдебиеті пәнінен оқушылар. Ал осы біздің мектептің осы жасаған бағдарламасында біздер дәуірлеп беруді ғалымдар басшылыққа алды. Яғни қазақтың әдебиетінің тасқа қаша алынған жазулардан бері қарай әдебиеттің әр кезеңін, сол кезеңіндегі ескерткіштер, сол кезеңіндегі әдеби жадыгерлерден бастап бертінгі бүгінгі тәуелсіздік күнге дейін, оның ішінде осы жас тәуелсіздікпен бірге буыны қатқан жастарға дейінгі шығармалардың елеп, екшеп, ұлттық болмыстарын ескере отырып, жаңа оқулықтарға, бағдарламаларға қосты. Бұның нәтижесінде мен ойлаймын, қазақ тарихы, мәдениеті өте бай халық, ал оның болашағы сол өткеніне де қараумен, өткеніндегі дүниелермен танысумен де болады деп ойлаймын. Сондықтан осы бағдарламалардың ерекшелігі сол. Бүгін енді Ғизат мұғалім шақырудың тағы бір себебі, Ғизат мұғалімнің білім беру мен тәрбиедегі өзіндік бір әдістемесі бар екендігін сол мектепте жұмыс жасап жүрген мен сондағы шәкірттерден естіп жүретінмін. Және бітіріп кеткен шәкірттердің өзі. Мысалы, менің Марат дегеннен бітірді. Мен Ғизат мұғалім сияқты мұғалім болам деп жүрді. Бұның өзі бір мұғалімді үлкен тұлға ретінде қалыптастыру, соны өнег ретінде қалыптастыру деген біздегі мына қоғамда өте бір таңғалатын жағдай сияқты сезілді. Өйткені қазір енді мұғалімдықтан бәрі бет бұрып жатқан заман ғой. Содан ол азда енді басқа мектептің мұғалімдері де Ғизат мұғалімнің телефонын менен сұрай бастайды. Осы мұғалімнің бір ерекше бір әдістері мен үлгілері бар. Осыны білгіміз келеді, нөмірін беріңізші деп. Содан Ғизат мұғалімге менің де қызығушылығым ауды. Нақты қандай әдістер бар екен, балаларды оқуға қалай ынталандырар екен, соны білгім келді. Сондықтан шақырдым. Енді Ғизат мұғаліммен қоса
шәкірттерін де шақырып отырмын. Себебі мұғалім өзі айтса, өзі айтып отырғаннан гөрі бәлки ең әуелі шәкірттерінен білейік. Сіздер енді ол мектепке дейін басқа мектепте оқыдыңыздар. Айым мысалы жоғары оқу орнында оқиды. Сол мұғалімдардан Ғизат мұғалімнің білім берудегі қандай ерекшелігі, артықшылығы бар, осыны білсек. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сөзімнің басын Әлішер Науаи ұстазымыздың сөзінен бастағым келіп отыр. Кітап оқыған жанның жүзі әрқашанда жарық болады дейтін бір жақсы сөз бар. Осы дүниені біздің ұстазымыз Тілеуберді Ғизат ағай бізге өте көп қолданады. Өзіміз 8-ші сыныптан бері оқып келе жатқан уақытымыздың бәрінде біз уақытымыздың тыс бөлігін, бос уақыттарымызды көбіне кітап оқуға арнаймыз. Ол кездегі қандай ерекшелік? Мысалға, біз кітапты жай ғана оқып қоймай, оны сынып барысында талдап бір-бірімізге сұрақтар қойып, мысалға сұрақ қоюдың өзінде де біз арнайы ерекшеліктер қолданамыз. Ол қандай? Мысалға, жабық сұрақ, ашық сұрақ, сократты сұрақ деген секілді. Олардың барлығы да мына оқып отырған оқырмандар кітапты талдаған уақытта өзінің ойын жетілдіруге, ойын ашық білдіруге, сөздік қорын ерекше бір дамытуға бір үлкен үлесін қосады. Және де ауызша түрден бөлек біз ол көркем шығармаларды оқу барысында тіпті жазу стилінде қарастырамыз. Мысалға, кейіпкерлер, жер суаттары, теңеу, әртүрлі көркемдегіш құралдарды осы ұстазымыз бізге жазғызып отырады. Құр сөз көпірмей, міне бір дәлелдер ретінде осы әкеліп көрсеткім келіп отыр. Ал біздегі ерекшелік қандай? Мысалға, ағайымыз арасында сыныптар оқушылар отыратын жерге отырып, оқушылардың көзқарасымен қарай отыра сабақты оқушыларға жүргізеді. Сол кезде оны оқып отырған оқушы, сабақты жүргізген оқушы ағайға қандай жауапкершілік түсіп отырғанын түсініп, өзінде сабақ беру жүйесіндегі қандай ерекшеліктерді байқауға болатын, тағы да қандай дүниелер қосуға болатын, өзіне бір сенім ретінде алып, ойына бір жақсы дүниелер қалыптастыра алады. Келесі осы бағыттағы сұрақты Айымға қойғым келіп отыр. Енді Айым біздің сол мектеп-интернаттағы ең үздік оқушылардың бірі болды. Айымға мен де сабақ бердім. Айым шешендік сайыстардың, республикалық мектептік сайыстардың көбінде өте жоғары деңгейде өнер көрсетіп, сол оқыған білімін көрсете білді. Көп оқушылар оқыған білімі өзінің ішінде қалады. Бірақ сол оқыған білімді кәдеге жарату және соны үздіксіз айналымға енгізу, сол арқылы ұмытпау, бұл оқушы үшін өте маңызды дүние деп санаймын. Сондықтан Айымның бұл жағында да үлкен өзіндік бір тәжірибесі бар. Енді Ғизат мұғалім кітап оқуға сені қалай ынталандырды? Бүгінгі Аманаттың студиясына шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Кітап оқу ол күнделікті біздің әдетімізге айналу керек. Күнделік тамақ ішсең, күнделікті мысалы жуынсаң, кітап та сол сияқты күнделік дағдыға айналу керек. Біздің Ғизат ұстазымыздың бізге бір еккен дәннің, дәнегінің бірі осы кітапты үнемі үздіксіз одан білім жинау, одан қор жинау болды. Басында ол қиын болды. Біздің сыныптастарымызға да, мысалы, оқушы болғанда кітап оқу бір-біріне басында үркіп, шошып, сондай қорқынышты жағдайлар болды. Бірақ оның соңы өте тәтті болды. Себебі білім ол қазақ ертең тәтті болады ғой. Біз кітап оқығанда қаншама кейіпкерлермен жүздестік, таныстық, олардан үлгі алдық, өмірлік сабақтарды алдық. Осының бәрі біздің дара жолымызға салған бір үлкен үлес болды. Сол үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Жоғарғы оқу орнына барғанда маған қалай көмектесі дейсіз ғой. Жаңа Диас шынымен айтып отыр, біз шынымен Ғизат ағайдың орнында болып көретінбіз. Одан кейінгі бір ерекшелік біз кейіпкерлер сөйлететінбіз. Қалай дейсіздер ғой? Мысалы, белгілі бір роман болатын болса, мысалы, Мұхтар Мағауиннің Ала Сапаран романын алайық. Мен мысалы Жаған Бике болам. Менің мысалы Әліби деген сыныптасым, ол Ораз Мұхаммед болған секілді, біз солардың атынан, солардың жанына кіріп монологтық үлгімен біз оны сөйлететінбіз. Міне, кітап оқу осылайша қызық болады. Кітап ол тек қана сөздер емес қой, ол тек қана оқу емес, ол күнделікті біздің ішкі жан дүниеміз, ол біздің күн тұрмысымызбен бірге етене араласу керек. Мына қазіргі жапондық кайдзен деген әдіс көп таралып жатыр ғой, мысалы аз-аздан үздіксіз дейді. Қарап тұрсам, біз 2017-2018 жылдан бастап осы аз-аздан үздіксіз, сол кезден бастап қалыптастырып кеткен секілдіміз. Осы Ғизат мұғалім бастап берген әдісті, дәстүрді жалғастырып, қандай кітаптар оқыдың? Ол оқыған кітаптардың өмірде пайдасы болды ма, Айым?
Ең ірілері жалпы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясы, Мұхтар Мағауиннің көптеген әңгімелері, Оралхан Бөкейдің баршалық әңгімелері, одан бөлек біз поэмаларды да қатар алып жүретінбіз. Және де кітап оқудың ешқандай да өлшемі жоқ. Егер сенің ынтаң, қызығушылығың болса, оны сен тоқтамай, бір күнде бір сағатта бітіріп салуыңа болады. Енді осы кітап оқудан алған білімнің өмірде қандай да бір пайдасы тиді ма? Содан алған, содан түйген дүниенің. Әрине, әдебиет жалпы асыл сөз дейді ғой, асыл зат қашанда бағалы болады, құнды болады, оның құны ешқашанда жоғалмайды. Әдебиет менің өмірімдегі, ол менің өмірім, әдебиет менің өмірім. Себебі менің қазіргі оқып жатқан жоғарғы оқу орнында маған бәрі таңғалады, сен қалай осылай байыпты сөйлейсің, қалай сен ерекшеленесің деген. Мен кітап оқығанда ол деген, мысалы, заманнан қалғансың ба деген секілді көп естидім кітап оқығанда. Жоқ, керісінше кітап оқысаң, сен заманауи адам боласың. Осы да маған көп көмегін тигізді өмірімде. Ал енді айым, менің білуімде сен көптеген байқауларға қатысқансың. Кей байқаулардан бәлки бағың болғанмен бағың шаппай қалған шығар. Сондай байқаулардан қандай да бір бағың шаппай қалған кезде екінші қатысқың келмей, баз кешіп кеткен немесе ренжіген кездерің болды ма? Сол байқаулар сені шыңдады ма? Иә, менің жеңістеріме қарағанда менің жеңілістерім шыңдады. Неге мұқалпайды? Керісінше келесі бір жарыстарға, сайыстарға мені жігерлендіретін сол менің жеңілістерім, кешегі күннің жеңілістері болды. Ал енді Қизат мұғалім бағанадан бері шәкірттеріңіздің пікіріне қарап, кітап оқуға бағыттаудың бір құпиясын демей-ақ қояйық, әдістерін білген сияқтымыз. Енді мынандай сұрақ туындайды. Шынымен де барлық бала бағана мен айтқандай кітап оқуға бір махаббаты, ынтасы бола бермейді. Мүлдем кітап оқығысы келмейтін балаларды кітап құмар балаға айналдыра алдың ба? Немесе соның қандай да бір дәстүр, әдісі бар ма, тәсілдері? Рахмет. Енді түгел баланы барлығын бір кітап құмар, кітапты қолынан тастамайтын шәкірт жасадым десем, ол артық айтқаным. Дегенмен, Аллаға шүкір, 80-90% бала сол оқып отқан дүниені ары қарай жалғастырып кетіп жатыр. Қазір олар студент, алды бітіріп кеткен, сол дәлел. Енді оларды қалай қызықтырдым деген сұрақ өте бір күрделі, бір жағы қызық сұрақ. Бұл біз енді республикалық интернат мектеп болғаннан кейін де шығар деп мен өзім кейде сол бір себебі сол шығар деймін. Себебі бізде келген балалар 8 сыныбында өз балалар қызық бір. Ата-анасы алыста, ауылы, елі, руы, туысын сағынып сондай бір мейірімге мұқтаж болады. Дәл сол кезде енді қазақ тілі мен әдебиетінен беретін мұғалім болғаннан кейін біз аптасына 9-10 рет кездесеміз балалармен. Сонда ең мектепте оқушымен көп кездесетін пән біздің мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәні. Сол кезде балалар бір саған көп келгеннен кейін сол сәтті мен өте керемет тиімді пайдаландым деп өзім ойлаймын. Сол баламен кірген сәтінен бастап бір әкесі сияқты, ағасы сияқты амандасып, соларды бір жылы қарсы алып, солардың бір қас-қабағына қарап, солардың қарның тоқ па деген сияқты, киімің жылы ма деген сияқты дүниелермен олардың бірінші психологиялық тұрғыда оларға мен шабуыл жасадым деп айтуға болады, былай айтқанда. Жан дүниесіне шабуыл жасадым. Олардың жан дүниесін зерттедім. Және сол орайда енді әдебиет сабағы жүріп жатады. Әдебиет сабағы болғаннан кейін бізде көркем мәтіндер беріледі, романдар беріледі, әңгімелер, повестер беріледі. Олар оқылу керек. Бірақ балалар қазір білесіздер өте оқуға құштар емес. Сол кезде мен өзім ойладым. Енді бұларға не керек? Бұлар қазір сағыну деген процесс бастарынан жүріп жатқандықтан мен ойладым. Бұларға Оралханның апамның астауы керек деп ойладым. Өйткені апамның астауында апасы, ауыл, астау бір сондай құндылықтарға толы шығарма болғаннан кейін, әрі көлемі шағын, бірақ айтары өте жоғары шығарма болғаннан кейін мен осы шығармамен бастадым. Және ол шығарманы оқыту бір өзінше бөлекті, ал оны жүйелі оқыту, критериалды оқыту ол өзінше бөлек. Мынау жаңартылған мазмұнда білім беруде критерий, дескриптор деген дүниелер бар. Критериймен оқыту, жүйемен оқыту, сатымен оқыту деген бар. Сонда мен ол оқыған шығармаларын белгілі бір мен оқыған көркем шығарма деп дәптер арнайсыздар деп, ол дәптерлеріңіздің сыртқы дизайнын сондай өздеріңіз жасаңыздар деп бұларға бір сондай бір ынта бересің. Балалардың қолынан не келмейді, бәрі келеді. Не бір баспаханалар жасай алмаған, не бір дизайнерлер жасай алмаған дүниені біздің балалар жасады. Содан кейін бұлар шығарманы оқыды. Шығармадағы ұлттық құндылықтарды табыңыздар балалар, мақал-мәтелдерді табыңыздар, тұрақты сөз тіркестерін табыңыздар, және сол шығарма туралы сұрақ құрастырып беріңіздер дедік. Нәтижесінде балалар ол өзі тартып тұрған шығарма
соған сусап тұрған біздің ауылын, елін, апасын сағынып жүрген біздің интернаттың рухты түсінетін балалар үшін өте бір керемет дүние болды. Сөйтіп, олар келесі кітап оқысы келетіндерін емеуріндерінен байқайсың. Сөйтіп, ары қарай Сайын Мұратбековтің Жусанисі сияқты ішінде адамның эмоциялық күйіне енетін, эмоциялық күйін ойнататын, оны жаңағы көзіне жас алып келетін, көңіліне шаттық алып келетін сияқты шағын, бірақ әсері үлкен шығармаларды өзім бастау керек деп өзі тоқыдым, соны бастадым. Нәтижесінде осы бір өзімнің осы бір салған жол нәтижесін жақсы берді. Соңында көп студенттердің, көп біздің ұлы алда жүрген ағаларымыз, әкпелеріміздің жүрексініп жүрген Аласапыран, Көшпенділер, Мұхтар Мағауиннің жаңағы бірнеше кітаптары, Мұхтар Әуезовтің 4 томдығы Абай жолы, сонымен қатар Қан мен тер сияқты үлкен трилогия, диалогия деп аталады, осындай роман эпопеяларға дейін оқуға менің шәкірттерімнің қауқары жетті. Сонда мен енді ойлаймын өзімнің сол ең бастысы сол балалардың жаңағы эмоциялық күйіне ену керек. Бала болу керек. Баланың жан дүниесін зерттеу керек. Оған не жетіспейді. Тіптен сондай болады, кейбір сәттерде біз балалардың отбасылық жағдайында мен ақырын байқаймын. Оған шәкірттерім куә. Сол балалардан сұрап, бір-бірінің бұл отбасының жағдайы қандай, толыққанды отбасы ма, әлеуметтік жағдайы қандай деп соған байланысты кітаптарды оқытқан кезде енді талдаулар өте жоғары болады. Қызығушылық енді айтып жеткізу өте қиын оны. Енді расында мына шешендік сайысқа қатысам деп менің алдыма келген балалардың көбін ақырындап сұрасам, мұғалімі қизат болып шығады. Одан кейін мына Абайға қатысты тақырыпта шешендік сайыстар өткіздік. Сол кезде де осы Абайға біршама тереңірек енген Абай жолынан оқыған оқушыларында біраз осы қизаттың шәкірттері болып шығады. Сондықтан да студент төріне қизат шақырып отырмын. Абайдың шығармаларын терең оқуға, Абайдың әлеміне енуге бағыттаудың да бір өзіндік тәсілдері болатын шығар. Осыны мен бөлісе кетсем, өйткені мен білем, сол мектепте Абайдың 45 қара сөзін жатқа білетін Ізбасар Ұлдана Қизат мұғалімнің шәкірті. Мен Ұлдана менен сұхбат жүргізіп, Ақжелкен журналында шығарғам, Қазақ радиосында шықты. Сол кезде кәдімгі жатқа айтып беретін көріп риза болдым. Ендеше осындай Абайды терең түсінетін шәкіртті тәрбиелеудің де бір әдістері бар шығар. Енді бұл Абай атындағы мектеп, республикалық мектеп болғаннан кейін, соның ішінде қазір базалық республикалық мектептердің базалық орталығына айналып жатқан жайымыз бар біздің мектеп. Осы жерде біздің мектебіміздің директоры Роза Ербозымқызының атқарған шаруасы соңғы 1-2 жылда өте қыруар. Ол кісі біздің мектепті желілік Абай мектептеріне жаңағы ғалымдармен, біздің мектепте бітірген өте бір рухани дамыған түлектермен бірге отырып, оның ішінде өзіңіз бар жаңағы бірнеше іс-шаралар өткізді. Соның нәтижесінде міне бүгінгі күндері біздің мектеп Абай желілік мектептерінің базасына айналып отыр. Осы орайда Абай тану пәні бізде негізгі сабақтардың қатарына еніп отыр. Соңғы жаңалық, яғни ол дегеніміз бағасы қорытылатын, аптасына 2 рет оқылатын, бағасы қойылып, кәдімгі бағалаулары, жаңағы жиынтық бағалауы болсын, бәрі алынып, кәдімгі бір аттестатқа дейін түсетін сондай бір керемет жаңалығымыз бар. Енді Абай әлеміне қалай балаларды бойлатуға болады дегендегі ең бірінші дүние, ол Абай кез келген ғылымның төрінде тұр деп айтуға болады. Ол тек қазақ тілі мен әдебиет емес, ол тарих, ол физика, ол жалпы Абай ұстаз ғой. Біз өз ағартушылық ұстаздың жоғарғыларын біз Абай, Ибрай, Шоқандармен бастаймыз. Сондықтан бір ұстаз болғаннан кейін Абай біздің бағдаршамымыз, біздің жұлдызымыз болады. Сондықтан біз әдістемеде де көп қолданамыз. Бұл тек қана Абайға қатысты өлең емес, Абайды біз балаларды жігерлендіру үшін қолданамыз. Балаларды бір бойында сілкініс жасау үшін қолданамыз. Бойына бір қайрат беру үшін, немесе Әл-Фараби айтқан кешегі білімнің ол жақсы, ол тәрбие болу керек бірінші деген сияқты, біз Абайды осы тәрбие құралы ретінде де пайдаланамыз. Ал оның жаңағы тәрбие құралы ретінде, оның өлеңдерін бір рух пен жігер ретінде пайдаланған кезде, оның жаңа поэмалары, қара сөздері, өлеңдерін талдаймыз, жаттатамыз, сол арқылы әртүрлі жарыстарға қатыстырамыз, сыни ойлатамыз сол арқылы. Сондықтан біздің мектепте Аллаға шүкір Абайдың өлеңдерін толық жатқа оқып рекордқа енген Дамира деген оқушымыз отыр қазір, мысалы 11 сыныптарда. Өзіңіз айтқан жаңа Ізбасар Ұлданамыз түгел 45 қара сөзін жатқа оқып республикалық оқулардан орын алды мысалы. Сондықтан біздің мектеп-интернатта енді Абай аты берілгеннен кейін биылғы 175 жылдығымыз бар. Соның барлығы болғаннан кейін тұлғаны құры жаңағы бір
ауызбен айтқаннан гөрі іспен дәлелдеудің бұл бір нәтижесі деп біз айта Жаңағы аламыз. абай жолы да үлкен шығарма ғой. Оны да толық оқу үшін кәдімгідей күш қайрат, оған да үлкен рух жігер керек. Толық оқыту үшін не істеуге болады? Енді біреуі басын оқиды, біреуі аяғын оқиды, біреуі екі кітап оқығаннан кейін қойып кетеді деген сияқты. Кітап оқуда өнер. Біз ең бірінші осы мысалы тамақтану әдебі, сөйлеу әдебі, тіпті дәретханаға кіру әдебі дегендер әдеп бар ғой өзі, әдеп. Сол сияқты кітап оқудың өзі де белгілі бір өнер. Сол ең бірінші өнерін ол кітап оқудың өнерін үйрету керек. Ол жаңа біз айтып кеттік басқыштар. Мысалы, ең бірінші оны кітапқа деген қызықтыру керек. Екіншіден Абайдың өмірін сіз баланың бір алшақ емес, жақын түрде оған мысал ретінде бере алу керек. Мысалы, Абайдың жаңағы білімге деген құштарлығын, мысалы, жай бір басқа бір елдікін айтпай, немесе бір бос сөздермен, көпірме сөздермен емес, Абайдың білімге деген құштарлығын оның өлеңдері арқылы, оның поэмаларын талдау арқылы жеткізіп отыратын болсаңыз, сол өлеңдерімен, оның қанатты сөзге айланған афоризмдерімен айтатын болсаңыз, бала Абайды өзіне жаңағындай бір бағыт-бағдар ретінде алады. Содан кейін барып оның әуезов сомдаған Абай бейнесі арқылы біз жаңағы әр бөлім-бөлімі бойынша сатылап, жүйелеп, ол кітап оқыған кезде негізінде енді бөліп оқу, әр жерінен оқу деген өзі дұрыс нәрсе емес. Кітап толық оқылғанда ғана ол кітап болады, және ол толық оқу деген өзі жеткіліксіз. Сұрақ қоюдың оқытудағы, білім берудегі маңызы қандай? Сұрақ қоюға үйренудің. Қазір енді шыны керек, сұрақты дұрыс қоя алмайтын, сұраққа дұрыс жауап бере алмайтын адамдардың қатары көп. Дұрыс айтасыз, соңғы уақыттарда, соңғы бір 10-15 жылдықта мынау тестілеудің нәтижесінде адамдар сөйлеу қабілетінен азайып бара жатыр. Тестілеу бар, сосын әлеуметтік желілер, технологиялардың келе бастауынан адамдар мынау сөз мәселесіне көп сөздің парқын онша ажырата бермейді, және сөйлеу қабілетінен азайып бара жатыр. Осы тұрғыда ал сөйлемеген бала ол ойлай білмейді. Сөйлеу ол ойлаудың белгілі бір нәтижесі. Сондықтан балада ойлау қабілеті азайған, сыни ойлау аз адамдар өте көптеп кездеседі қазір қоғамда. Осы оқытуда сұрақ қоюдың өте маңызы өте жоғары. Мысалы біз қазақ әдебиеті сабағында өзіміз сұрақтың 3 түрін жиі пайдаланамыз. Көбінесе мысалы балалар бізге Абай қай жылы туылды, қай жылы қайтыс болды деген сұрақтармен көп шектеліп жатады негізі. Бұл өкінішке орай жақсы деңгей немесе жақсы әдіс деп айта алмаймыз. Одан бала көп нәрсені аша алмайды. Ал бізге керісінше Абай өмір сүрген дәуір туралы не айтасыз? Абай өмір сүрген дәуірдегі қазақ тарихы қалай болды? Немесе Абайдың Абай болуына сол кездегі қазақ әйелдерінің рөлі қандай деген сияқты осы сұрақты кішкене ашыңқырап қойсақ, онда бала алдыңызда отырған 15 бала 15 түрлі жауап беруі мүмкін. Сондықтан біз мына сұрақты жабық сұрақ қойсақ, баланың ой өрісін, ақыл ойын шектейміз, көбінесе бір керегеге апарып тіреген сияқты боламыз. Ал енді сонымен қатар мынау сократтық сұрақ деген ертеде шешендік өнер мынау Римде білесіздер, ерте дамыған Сократ шешен бар, грек Рим ерлерінде өте ерте дамығандықтан бұл жерде жаңа жігіттің жігіті, төренің төресі сыналатын болған ғой шешендік өнерде. Сөз деген өте бір керемет киелі ұғым болған. Сол кезде осы сократтық сұрақта сұрақты төңкеріп қою өте бір жоғарғы деңгейде дамыған екен. Сол дүниені біздер осы өзіміз оқыған кезде осы бір дүниені үйрендік. Соны қазір өзіміздің шәкірттерімізге қолданамыз. Яғни болған істі болмағанға шығарып, немесе болмаған істі болғанға шығарып қоясыз. Мысалы, мен өзім осылай қоям. Егер Абайдың әкесі Құнанбай болмағанда, романда, өмірде Құнанбай әкесі ғой, бірақ біз оны төңкеріп қойдық. Ол болмағанда. Бұл сократтық сұрақ, енді оны оқыған, осы туралы ізденген бала, оны кең ауқымды тұрғыда оған әдемі жауап береді. Ал бұл сұрақтар 7 модульдің ішінде, мына оқыту мен жаңартылған білім беру мазмұнында 7 модуль бар. Осы 7 модульде біреуі сыни тұрғыда дамыту баланы. Осы сыни тұрғыда дамытуда осы сұрақ қоюдың өте маңызы орасан зор деп айта аламыз. Және ол көркем шығарма талдауға да өте керемет келеді, және өмірде де оны пайдалана алады деп. Біз білетін енді сұрақтың түрін сын сұрақ, шын сұрақ, жын сұрақ деп жатады ғой. Соның бір формасы ғой, жаңартылған формасы. Қоғамда басқа мектептерде әртүрлі байқаулар өтіп жатады. Оның ішінде ақылы байқаулар да көп. Оған қатысып апарып жұлдыз қылып сүйрелеп жүрген ата-аналарды талай көрдік. Сол жерде жылаған балаларды көрдік әділетсіздіктен. Енді осы байқауларға бала жіберудің өзі мәселе. Енді оның артында басқа көптеген дүниелер бар екенін өзім қазылық жасау барысында көрдім.
осы байқауларға оқушыларды қатыстыру балаларды шыңдай ма, жоқ әділетсіздікті көріп баланың тауын шаға ма? Дұрыс айтасыз. Енді қазақ айтады ғой, шегірткеден қорыққан егін екпейді дейді. Біз енді байқау әділетсіз болады, сен бәрібір қатысқанмен орын алмайсың, анау тұрғанда саған қайда деген нұсқаны мен өзім онша ұната бермеймін, оны шәкірттерім де жақсы біледі. Абырай атамыз айтады ғой, бір Аллаға сиынып кел балалар оқулық дейді. Тәуекел, қазақ тағы айтады, тәуекел түбі жел қайық, өтесің бе кетесің дейді. Сондықтан көп қорқынышты жинастырып тастап, көп бос сөзді жинастырып тастап, байқауларға қатысқан дұрыс деп ойлаймын өзім. Оған қатысып көріңіз. Негізінде енді қатысып, жолы болмай, түңіліп, жылап қайтқан шәкірттерің болды ма? Енді бармайым ағай, неге жібердіңіз? Мен бармауым керек еді осыған, құрсын, мына әділетсіз қоғамда неге өмір сүрдім деген сияқты. Мен енді ол адам болғаннан кейін болады. Ондай шәкірттеріміз ондай жарыстардан келген кездер болды. Негізі ағай мен 3-ші орын алдым, бірақ анау менен төмен айтып еді, ол 1-ші орын алып кетті деген сияқты. Бірақ мен ұстаз ретінде қосылып, сен сөйттің деп мен оларға өйтіп айтқым келмейді. Оларды жігерлендіру мақсатында керісінше шәкәрім айтады ғой, біреудің мінін көргенше, қателігін тергенше, өз бойыңды мазалап, өзіңмен алысып өлгенше дейді. Сондықтан біз керісінше жоқ, бізде мүмкін мына жерде бір қателік кеткен шығар деп өзімізден іздеуге тырысамыз. Ол өмір болғаннан кейін біреу озады, біреу қалады. Ол жарысқа сен қатыспасаң жеңілетін адам болмайды ғой. Сондықтан бір жол сен жеңіп келесің. Осы жерде отырған екі оқушымыз да талай жарысқа қатысты ғой. Сол кездерде де ондай жағдай болды. Бірақ жаңа айым да өзі айтты ғой, мен сол жеңілген сәттерім маған жеңістерді өзі алып келді деп. Сондықтан біз сол өзімізден кінә іздеуді, қандай тауымыз шағылса да сол жерде қайта тұрып, қақың бар жүгіруге деп Мұқағали айтқанша, қайтадан тұрып, бәрін өзімізден іздеп, түңіле бермей, алдыға қарай қарау енді бүгінгі жастардың да, бүгінгі оқытудың да бір мақсаты деп ойлаймын. Шыныңызды айтыңызшы, мұғалімдердің арасында да жаңағы дәрежесін көтеру үшін, түрленді сыйақылар алу үшін сондай бір байқаулар болып жатады. Соған өзіңіз бір талпынып, соған бір қатысқан кездеріңіз болды ма? Мен енді байқап жатам, тіпті ғасыр ұстазы, алаш ұстазы деген сияқты медальдар таратып жатқан, бүгінгі күнде адамның санасына келмейтін ғасыр ұстазы деген сияқты байқаулар өткізіп жатқандарды көп көзім шалады. Сондай медальдар жасап жатқан жерлерді көріп, мен шынымен қатты таңғалғам. Сондай ғаламат байқауларға қатысып көрдіңіз бе? Ондай байқауларға мен қатысып көрген жоқпын. Мынандай бір дүние бар да, мен көбінесе мына оқуларға, оның ішінде республикалық форматта ұйымдастырылған оқуларға, олимпиадаларға, жарыстарға бала дайындаймын. Ал енді мынау ақылы жарыстарға бала қосып көрмеппін. Расын айтқан кезде бірде-бір рет осы ақылыға елдер қатысып жатады ғой, бірақ мен осыны бір білмеймін, енді шығарманы оқытып балаларға жаңағы бір ақшадан аулақ бол деп біздің идеямыз соған келіп тіреледі ғой. Балаға әділ болайық деген сияқты сөздер айтамыз. Сондықтан ба мен оны балаларға көп айта алмаймын, оған өзім де қатысып көрмеппін. Бірақ енді сіз айтқан мәселе ол бар. Ондай дүниелер кездеседі, бірақ ол уақытша. Мынау шын асыл тас су түбінде жатпайтын сияқты. Ол 1 жыл өткістер, 2 жыл өткістер сонымен алар. Бірақ ол, мысалы осы жердегі шәкірттер менің қай университетті бітіргенім, қандай дипломмен бітіргенімді көргенде жоқ қой негізі. Мен қызылмен бітірдім ба, көкпен бітірдім ба деген ол қызық емес. Университетте оқығанда, мектепте оқығанда қанша алдым емес. Менің бұл кісілермен бүгінгі қарым-қатынасым маңызды. Сол күні мен ұстаз ретінде көрін алсам сол маңызды. Сондықтан мен жыл мұғалімі болсын, немесе жаңағы ғасыр мұғалімі дей ма, енді ондай атақтар жақсы ғой берілгені. Бірақ енді егер ол өтірік жалған түрінде алатын болса, ол пайда емес қой енді. Өзіне де пайда емес, шәкірттеріне де, қоғамға да пайда емес. Өзіңе тиесілі атаққа жете алмай қалып, басқалар мысалы орныңды айналып өтіп кетіп, анағын қарағанда менің еңбегім жақсы еді, мен неге қалыппадым деген сияқты әттеген айлар болды. Өмір болғасын болады ма? Енді өмір болғаннан кейін өзің еңбегің бағаланғанын қалайсың? Өмір болғаннан кейін бағаланбай қалған сәттер болды ма? Ондай бағаланбай қалған сәттер болмады. Менде бәрі керемет деген ол өтірік сөз. Ол болады ондай нәрсе. Бірақ оның атын атап түсін түстемей-ақ қояйық. Ол болашақтың елшісінде. Әр нәрседе бір хайыр бар дейді. Ол жерден басқа бір жерден орын алмай жатсам, оның ертесі күні басқа бір жерде шақырып жатады. Сондықтан біз енді мына қазіргі психологияда мынандай ұғым бар да, ағай. Әсер шеңбері және уайым шеңбері деген сөз бар да. Біз көбінесе мына уайым шеңберінде көп жүреміз да, жаңағы не болып кетті заман деген сияқты. Мен өзім сол уайым шеңберінен гөрі әсер шеңберіне жақындауы да дұрыс деп өзім ойлаймын. Енді жанымыздағы жора жолдастарымыз, өзіміз үлгі тұтатын аға ұстаздарымыз да соны көбінесе біздің бойымызға сіңіруге тырысады.
Әлихан Бөкейхан ұлтқа қызмет көрсету білімнен емес мінезден дейді. Ол жердегі айтып отырған мінезді енді дұрыс талдау жасай алатын адам біледі. Бірақ дегенмен педагогика саласында мектепте жүргеннен кейін мұғалімде мінез болу керек. Ашуың жаман ба? Оқушыларды көңілге сыймағанда қалай тоқтатасың? Енді ашу деген бар, бірақ енді ашудың дұшпан екенін де білеміз. Мен өзім мектепте, өзіміз енді мектеп болсын, университет болсын, мен қатал адамдарды жақсы көремін. Себебі өзім отбасымда да менің әкем қаталдау кісі болды. Сол кісінің де осылай бір қазір бір-екі ауыз сөз айта алсақ, сол әкеміздің қаталдығынан да шығар деп кейде өзім ойлаймын. Және университетте де есімде қалған сабақтар, есте қалған сәттердің бәрі сол қатал мұғалімдердің бір мектепте болсын екен. Ендеше мен өзімде мүмкіндігінше тамақтың да жаңа қою сұйығын беретін сияқты мен бірде күлем, бірде жылатып та аламын, бірде күлдіріп те аламын. Сондықтан қатал болатын кезде мен қатал боламын. Себебі қаталдық ол әр дайым керек. Ол қаталдық болмаған жерде, тәртіп болмаған жерде сіз айтқан, бағанағы айтқан дүниенің бәрі жайында қалады. Сондықтан ол Бауыржан атамыздың айтқаны бекер емес қой. Саналы тәртіп болмайынша сапалы білім болмайды. Енді түн ұйқыңды 4 бөлетін бүгінгі таңда қандай мәселе бар? Біз енді тәуелсіздік мемлекетпіз, тәуелсізбіз деп айтамыз ғой. Бірақ сол кейде ойланамыз енді, осы басқа нәрсені көп ойламаймыз, бірақ осы тәуелсіздікке кейде қорқасың, жан-жақтағы болып жатқан алауыздықтар, көршілерге қарайсың, әлемдік дүниеге қарайсың. Сондықтан ең бірінші уайымдайтыным қазақтың мынау кең байтақ жері мен сол бабалар аманаты болған ұлттың негізгі мұраты болған ол осы бір елдік, бірлік, сол осы тәуелсіздік ең бастысы. Және мен алаңдап, жаңа қорқып, құр бос уайым емес, соған әсер етем деп қазір өздеріңіз көріп отырған шәкірттерімді барынша сол намыс үшін, сол елдің туы үнемі биікте болса екен деген саналарына бір дән себуді өзіме мақсат еткем. Сол уайымдайтыным сол. Бірақ уайымды жеңетін енді көз алдымда жастармен бірге жүргеннен кейін, осы шәкірттерімізбен жүргеннен кейін кейде қуанып та қаламыз. Аманатқа айтар бір ауыз тілекпен сұхбатымызды аяқтайық. Енді Аманат студиясы керемет, жақсы бастамалармен ашылды. Міне дәл Аманат деп атының өзінде де бізге бабалар аманаттап кеткен дүние өте көп. Біздер оны қазір саналы түрде ойлайтын болсақ, өте көп нәрсені аманатқа тастап кетті. Ал аманат ол қиянат жасауға келмейтін тұжырым негізі былай. Қазақи тұрғыдан ойласақ та, діни тұрғыдан ойласақ та. Сондықтан осы Аманат студиясы өз жұмысын, шығармашылық жұмысын керемет бір белсенді бастап, осы қазақ, тіптен қазақ емес, осы жан-жақтағы әлемдік орында өзінің орнын алып, ұлттың кешегі алаштықтардың арғанау Абылай заманындағы аманаттарды елдің жүгін аманаттап, елдің руханиятына қызмет ете берсін. Сіздерге жарқын ағай шығармашылық табыс тілеймін. Осы Зейнолла Сәнік атындағы қорға алғысымыз шексіз, өйткені көріп жатырмыз қанша рухани істерге жанашыр болып жатсыздар. Сондықтан Аманат ТВ-ға айтарымыз алғысымыз шексіз, шығармашылық табыс тілейміз. Ұзын бой қысқарады, үлкен дене кішірейеді, адам өледі демекші. Алайда адам өлгенмен де оның ісі, атқарған істері, жасаған үлкен дүниелері ол өлмейтін нәрсе. Осындай бір заманда мына қазақша контент дейді ғой қазіргі таңда. Қазіргі жастардың көретін дүние бір осындай қалыптасуына бір үлкен септігін тигізіп отырған осы бір Аманат ТВ-ға және де ұйымдастырып отырған Зейнолла Сәнік атындағы қорға мына бізді шақырып отырған жарқын ағайымызға және осы білімді берген ұстазымыз Тілеуберді Қизат ағайымызға осыны ұйымдастырған барша жандарға үлкен алғысымды білдіремін. Тек қана шығармашылық табыс, ары қарай дамай беріңіздер. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады дейді Хакім Абай. Ата-баба аманатын ақтайтын ұлағатты ұрпақ тәрбиелеп жатқан ұстаздарымызға күш қайратпен толағай табыстар тілейміз. Аманатта айтылған әңгіме осымен тәмам. Аманатқа адал болар алталаш аман болсын.